Самарқан мен Бұхараны шапқан қазақ ханы. Қазақ хандарының арасындағы тарихы ең ерекше билеуші Тәуекел хан. 80 жасында әскер бастаған Шығай ханның ұлы Тәуекел жас күнінде Бұхара ханы Абдалланың қызметінде болады. Әскери жорықтар кезінде ерекше көзге түсіп, ел назарына іліккен Тәуекелді Абдалла өзіне бәсекелес көріп, тісін қайрай бастайды. Мұны сезген Тәуекел еліне қайтып 1582 жылы әкесі Шығай хан дүние салғаннан кейін қазақ ордасының ханы болады. Билікке келе сала Тәуекел хан сыр бойы қалаларын қайтаруға күш салып, нәтижесінде Түркістан, Ташкентті жаулап алады. Оған қоса Самарқан, Ферғана, Әндіжан қалаларында хандығына қосады. Ташкент түбіндегі шайқаста Бұхара ханы Абдалла қаза табады. Тәуекел хан кейіннен еңсегей бойлы ересім атанған інісі Есім Сұлтанды 20 мың әскермен Ташкентте қалдырып, өзі 70 мың әскермен Бұхараны қоршайды. 20 күн қоршауда болған қала берілмейді. Тәуекел хан Бұхара түбіндегі шайқаста ауыр жараланып, Ташкентте көз жұмады.